Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін үйде осындай ет асамыз, яғни бешбармақ жасайтын боламыз. Қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып кетемін. Ең алдымен қажетті етті, сүйекті барлығын таза суға жақсылап жуып аламыз. Менде сиыр еті болды, және де бір шұжық жылқының қасын қостым. Сол кезде сорпамыз дәмді, ерекше болып шығады. Шамамен 40-50 минутта сорпамыз қайнағанда біз ақырындап көбігін осылай алып тазалайтын боламыз. Етімізге жайма еңлеу үшін осында кесен түбіндегі азғантай суық судың үстіне ыстық қайнаған сорпамызды құйып, су дайындап аламын. Сол кезде жайманы осы сорпамен елесе өте дәмді шығады. Оның үстіне тұзды салып жақсылап араластырып, жаймамызға бір жұмыртқаны қосып, осылай елеп шығатын боламыз. Ет жақсы сүрленген болса, ешқандай тұз салмаймыз. Менде кішкене тұз аз болғандықтан осындай аздап тұз қостым. Жаймамызды жақсылап тындырып, оны жаюға дайындайтын боламыз. Және үстіне қосқанға осындай картошка және сәбізді ашып дайындап қойдым. Сәбіз тез пісу үшін ортасынан бір-бір бөліп салып жібердім. Жайма жақсы тынғанын білу үшін қолмен басып көреміз, ешқандай кіртігі болмайды, жұмсақ, теста болып тұрады. Жайманы жаярда екі лайфхакты алдыңғы видеода айтып кеткен болатын. Қазір астына сілтемесін қойып қоям, содан көрсеңіздер болады. Өте жақсы жұмсақ жайылады. Ең бірінші картошкамызды сүзіп аламыз, ол бірінші пысады. Одан кейін барып етті және де ең соңынан сәбізімізді сүзіп алатын боламыз. Тұздығымызға бір пиязды жіңішкелеп турап, үстіне қара бұрыш сеуіп, ыстық сорпаны құйып, біраз бұқтырып алатын боламыз. Сонда тұздығымыз дайын. Етті, картошка, сәбізді сүзіп алғаннан кейін сорпамызға осылай жаймамызды төрт бұрыштап кесіп, біртіндеп салып пісіріп алатын боламыз. Бір қайнағаннан кейін араластырып сүзіп аласыздар. Егерде сорпаларыңыз аз болып қалса, үстіне қайнаған судан аз құйсаңыздар болады. Жаймамыз пісқаннан кейін осылай сүзіп алатын боламыз.
Осылай дайын болған жаймамызды табаққа салып, үстіне ет, картошка, сәбізімізді және тұздықты құйып ұсынамыз. Ас болсын. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.